Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында роза гүлдерін қалай көбейту керек жолдарымен түсіндіретін боламын. Яғни өзім эксперимент жасап көрген болатынмын. Мінекей менде мына роза гүлі және де жаңағы көріп тұрғандарыңыздай. Енді осы екі түрін алдым. Бисмилля деп 2 апта осындай толық суда ұстадым. Негізінде 1 аптада жаңадан жапырақтың орындарының астынан бүршік жаңадан атып шығады делген. Енді өздеріңіз бақылауда ұстап отырасыздар. Менде толығымен 2 апта кетті. Суы тек таусылып қалмау керек, қарап қадағалап отырасыздар. Мінекей 2 аптадан кейінгі жаңа нәтиже. Көріп тұрғандарыңыздай жаңа бүршіктер атып шыға бастаған. Енді осыны жеріңізді дайындап, жеке-жеке отырғызып шығамыз. Керек жерін ғана аламыз, керек емес жерлерін қиып тастаймыз. Яғни бас жағынан керек емес жерін алып тастаймыз. Мінекей менде так жерге қалдырамын. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, міне көрдіңіздер ме? Даже мен 5-еуге дейін қалдырыппын, қалғанын алып тастаппын. Енді жерде қанша бүршігіне дейін қалдырамыз. 2 бүршігін жерге көмеміз, жаңа 2-шісіне толық жерге кәдімгідей көміліп тұру керек. Міне осы жеріне дейін қалғанын ашып тастаймыз. Және көміп болғаннан кейін бетіне кәдімгі мен 2 литрлік банканы жауып тастадым. Ешқандай да алаңдап қорықпаңыздар, яғни ауа кірмей қалады, ыстық күні қалай болады деген ой мазалады менде де. Бірақ өзімнің экспериментті жасап көрдім. Нәтижесін қазір алдағы видеода көретін боласыздар. Бетіне 2 литр банканы жаптым. Мінекей менің банкым. Ендігі осыдан кейінгі 10 күннен аса уақыт аралығындағы болған нәтижесімен қазір алдағы видеода көретін боласыздар нақты. Мінекей бізде 10 күннен аса уақыт өтті. Нәтижесінде осындай жақсы алып кеткен секілді. Алла бұйыртса күздігүні осыдан роза гүл шығады деп ойлаймын. Егер де шығып жатса, міндетті түрде сіздермен тағы да бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналым Зухра Қуанышбекова. Жақсы, сау, саламатта болыңыздар.